тұратын автокөлікті сатып алу әлдеқайда жеңіл. Жылдық мөлшерлеме 6%, бастапқы жарна талап етілмейді, құжат ресімдеу онлайн әрі жылдам. Ал дәл осы сомаға баспана алғысы келген азамат кемі 30%-ық бастапқы жарна төлеуге мәжбүр, 18-20% көлеміндегі жоғарғы пайызбен келісуге тиіс, күрделі құжат жинау процесінен өтіп, соңында ипотека бермей қалу мүмкін. Мемлекеттік саясаттың тұтынушылықты көлік алуды қолдап, тұрақты өмір сүруге мүмкіндік беретін тұрғын үй мәселесін екінші кезекке ысырып қойған алаңдатады. Осыған байланысты келесі ұсыныстарды қарастыруды сұраймыз. Бірінші, жалдаудан сатып алуға. Көп адам үй алғысы келеді, бірақ басты кедергі бастапқы жарна. Пәтер жалдап жүрген азаматтардың жалдау ақысының бір бөлігі кейін сатып алатын үйінің алғашқы төлемі ретінде қаралуы керек. Мысалы, жалға айына 200 мың теңге төлесе, соның 50 мың теңгесі алдағы уақытта үйді сатып алғанда алғашқы жарна ретінде саналса. Осылайша адам 3 жыл ішінде үйге ақша жинап қана қоймай, төлем қабілетінде дәлелдеп үлгерер еді. Бұл жүйеге біздегі жастарға, жалғызбасты аналарға, әлеуметтік осал азаматтарға өте қолайлы. Бұл тәсілді енгізу үй алуға дайын емес, бірақ ниеті бар азаматтар үшін үлкен мүмкіндік. Екінші, цифрлық жылдам ипотека жүйесі. Мемлекеттік органдар мен банктер арасында дерек алмасуды біріктіріп, онлайн рәсімдер жүйесін енгізу. Қазіргі автонесиелеу жүйесіндегідей тұрғын үйде онлайн түрде жедел әрі бюрократиясыз рәсімдеуге мүмкіндік беретін механизм қалыптастыру. Үшінші, тұрғын үйге қолжетімділікті арттыру үшін қаржыландыру тетіктерін жаңғырту. Тек отбасы банкпен шектелмей, басқа банктерге де тұрғын үй жинақ жүйесіне қатысуға мүмкіндік беру қажет. Сондай-ақ ипотекалық несиелеуге зейнетақы қорын, НПФ тарту арқылы да ұзақ мерзімді қаржыландыру нарығын қалыптастырып, пайыздық мөлшерлермен төмендету керек. Бұл бәсекелі орта құруға, халықтың таңдауын кеңейтуге және несиенің қолжетімді болуына жол ашпақ. Төртінші, мемлекеттік қолдауды әділетті әрі тиімді бағыттау. Мемлекеттік бағдарламалар шын мәнінде баспанасы жүрген азаматтарға арналуы тиіс. Сондықтан субсидиялар тек алғашқы тұрғын үй алуға бағытталып, тұрғын үй саясаты өңірлік даму бағдарламаларымен тығыз байланысты іске асуы тиіс. Бұл миграциялық тепе-теңдікті реттеп, аймақтарды жан-жақты дамытуға ықпал етеді. Бұл ұсыныстардың барлық тікелей бюджет шығынынсыз қолжетімді үй санын арттыруға жол ашады. Қазіргі тек ипотека моделіне альтернативті жолдар ұсынады. Қорытындылай келе, жеке тұрғын үй азаматтың тұрмыстық қауіпсіздігін, отбасылық тұрақтылығын және әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ететін басты тірек. Қазақ үшін тұрғын үй жай баспана емес, бұл азаматтың ар намысы, отбасылық тұрақтылықты, баласының болашағы, халық өмірін баспана үшін күреске емес, сол баспанада баянды өмір сүруге арнау керек. Сондықтан мемлекеттік саясат тұтынушылық емес, тұрақты өмір сапасына басымдық беру